Білім беру ұйымдары басшылары мен педагогтерінің біліктілігін арттыру, балалардың әл-ауқатын қамтамасыз ету және қолдау саласындағы Қазақстан Республикасы білім беру педагогтерінің кәсіби құзыреттілігі деңгейіне қойылатын қазіргі заманғы талаптарға сәйкес біліктілікті арттырудың инновациялық әдістері мен ұйымдастырушылық формаларын қолдану жолымен жүзеге асырылады. Балалардың әл-ауқаты мен қауіпсіздігі, олардың өмір сүру, денсаулық, толыққанды даму және сапалы білім алу құқықтарын қорғау мәселелерін Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев үнемі айтып келеді. Ұлттық құрылтайдың екінші отырысында сөйлеген сөзінде президент тәрбие жұмысын жақсартуға бағытталған шараларды күшейту қажеттігін атап айтты. Білім беру жүйесінің қазіргі жағдайын сипаттай отырып, мемлекет басшысы соңғы уақытта оқу орындарында жәбірлеу, зорлық-зомбылық, агрессия фактілері жиілеп, әртүрлі деструктивті күлттер қарқын алғанын атап өтті. Жастар арасында интернет арқылы радикалды діни ағымдар желісіне енгендер де бар. Осыған байланысты мемлекет басшысы жастармен жұмыс істеудің нақты бағыттарын, оның басымдылықтарының қатарында ағартушылық жұмысты күшейтуді атап өтті. Сондықтан мұғалімнің міндеті біліммен қатар оқушыға гуманистік мұраттарды, жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарды сіңіру болып табылады. Өркен институты педагогтердің біліктілігін арттыру жөніндегі орталық болып табылады. Оның міндеті білім беру процесінің барлық субъектілерінің қызметін, ғылыми зерттеулерді, ғылыми әдістемелік қолдауды жүзеге асыратын елдің адами әлеуетін, яғни ұлт сапасын дамытуға жәрдемдесу. Институт жүргізген зерттеулердің негізінде біліктілікті арттыру курстарының авторлық білім беру бағдарламалары ұсынылады. Олардың бірегейлігі тәжірибеге бағдарлануында және оқу процесінде ұсынылған әдістерді сынақтан өткізу мүмкіндігінде. Мұнда адамгершілік бағдарлар негізінде тәрбие процесін өзектендіруге маңызды орын беріледі. Білім беру бағдарламаларының мақсаттары мемлекеттің білім беру жүйесінің педагогикалық қызметтер нарығының қажеттіліктерін көрсетеді және кәсіптік құзыреттілік деңгейін арттыруға, білім алушылардың тұлғалық дамуы мен психологиялық ахуалы саласындағы педагогикалық және зерттеу дағдыларын игеруге бағытталған. Бағдарламалардың мазмұны жеке тұлғаны дамыту үшін қолайлы жағдайлар мен тілектестік атмосферасын құру арқылы білім беру процесінде тәрбиелік компоненттің рөлін күшейтуге, педагогтердің балаларға қатысты зорлық-зомбылықты, суицидтік бейімділікті психодиагностикалау бойынша бейімделген құралдарды практикалық қолдануға, білім беру ұйымдарында қолайлы және қауіпсіз білім беру ортасын диагностикалауға, білім алушылар мен педагогтерде зорлық-зомбылықтың, суицидтің, кәмелетке толмағандардың девиантты және тәуелділік мінез құлқының алдын алудың, өмірге төзімділікті, стресске төзімділікті, ассертивтілікті дамытудың инновациялық технологияларын, формаларын, әдістерін, тәсілдерін пайдалануға бағытталған. Біліктілікті арттыру курстарының сапасын бағалау үшін институт диагностикалық құралдар жинағын әзірледі. Оның көмегімен курстық даярлықтың тиімділігіне үздіксіз мониторингтік зерттеулер жүргізіледі. Педагог мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес, институт қызметкерлері курстардан өткеннен кейін бір жыл ішінде педагогтерді әдістемелік қолдауға және кәсіби дамытуға бағытталған педагогтердің қызметін курстан кейінгі тұрақты қолдауды жүзеге асырады. Бұл курстан кейінгі қолдауды сапалы, мақсатты және тиімді өткізуді бақылауға және реттеуге мүмкіндік береді. Біліктілікті арттыру курстарының бағдарламалары балалардың әл-ауқаты индексінің көрсеткішін экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы елдерінің деңгейіне дейін көтереді.